Сәлем достар, қазіргі таңда қыс мезгіліне орай көп адамдар ауырып жатыр, оның ішінде балалар. Үй жағдайында ешқандай антибиотиксіз емделуге болады. 3 әдісін көрсететін боламын. Бірінші әдісіміз ол тамақты шаю. Бізге ең керегі 200 мл жылы қайнаған суымызға 1 шай қасық тұзымызды саламыз. Сосын 1 шай қасық ас содасын саламыз. Ас содасының екеуін жақсылап араластырып, күніне әр 2 сағат сайын тамағымызды, аузымызды шайқаймыз. Осы ерітінді антисептикалық әсер береді, тамақтың қызарғанын, ісінгенін азайтады. Бұл әдісті құрғақ жөтелуге пайдалануға болмайды. Егер кішкентай балаларыңыз өздері шая алмағандықтан, қолымызға бинтті орап, осы ерітіндімен тамағын сүртетін боласыздар. Екінші әдісімізге бізге 200 мл жылы сүт керек болады. Жылы сүтімізге осындай 1 шай қасық сары майымызды саламыз. Сосын 1 шай қасық балымызды саламыз. Егер сіздерде балға аллергия болса, балдың қосудың қажеті жоқ. Сосын 1 шай қасық ас содасын саламыз. Бір жұмыртқаны сары уызын қолданатын боламыз. Сіздерде бөдененің жұмыртқасы болса, бөдененің жұмыртқасын қолдануға да болады. Өте пайдалы. Егер сіздер осы сары уызды қосып ішкіңіз келмесе, сары уызды қосудың қажеті жоқ. Ең соңында йодымызды тамызамыз. Йод 3 тамшы жеткілікті. Егер йодты да іше алмаймын десеңіздер, йодты да тамызбай қойсаңыздар болады. 3 тамшы жеткілікті. Осы коктейлімізді таңертең және ұйықтар алдында ішсеңіздер қағырықты жібітеді және жөтелімізді басуға көмектеседі. Бұл коктейлді ыстық күйінде ішпейсіздер, жылы күйінде ішу керек. Үшінші әдісіміз ол да тамақты шаю немесе ішетін боламыз. Бізге керегі 200 мл қайнаған суымыз керек болады. Осы түймедағымызды саламыз да 20 минутқа бетін жауып тұндырып қоямыз. Бізде ромашка антисептикалық қабілеті болғандықтан 20 минуттан кейін осы суымызбен тамағымызды шаямыз немесе ішуге де болады. Мінекей достар, үй жағдайында қарапайым әдіспен емделсеңіздер болады. Ең бастысы ауырмаңыздар. Егер менің пайдалы ақпараттарымды, жаңа видео рецепттерімді бірінші болып көргіңіз келсе, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.